Армысыздарма, менің аты жөнім Абай Айгүл, математика пәнінің мұғалімімін. Мен сіздермен 9 сыныпта зерттеу жұмысын жүргізу барысында жолығысқан болатынмын. Мен сіздерге комбинаторика және оның элементтері тақырыбында зерттеу сабағын жүргізген болатынмын. Яғни сол зерттеу жұмысына қатысып, сабақ беру барысында мен не үйрендім деген сұраққа жауап бергім келеді. Біріншіден, мен әріптестермен бірлесе отырып, әріптестердің пікірі мен үнін тыңдай отырып, сапалы жақсы сабақ жоспарын жазуды үйрендім. Екіншіден, мен оқушы үнін тыңдауды үйрендім. Яғни оқушы мен ойлағаннан басқаша, яғни мен ойлағаннан да басқа болатынына көзім жеткізді. Менің пәнімнен үлгерімі төмен оқушылар қалған пәндерден жақсы жетістікке болатынына көз жеткіздім. Үшіншіден, мен не үйрендім? Яғни өзімнің сыртымнан қарап, көзқарастарды көре отырып, өзімнің кемшіліктерімді жөндеуге үйрендім. Мен болашақта тағы да осындай зерттеу жұмыстарына қатысып, өзімнің әдіс тәсілдерімді, оқушыларымды әлі де жетілдірем деген ойдамын.